Сәлеметсіздер ме 6 сынып оқушылары. Бүгін біз 4 тоқсан бойынша 2 БЖБ тапсырмаларын көрсететін боламыз. Summative Assessment for the Unit Transport. Транспорт тақырыбы бойынша БЖБ тапсырмаларын жазуларыңыз керек. БЖБ 20 минутқа беріледі. Ары қарай 20 минутқа беріледі және екі тапсырмадан тұрады, екі бөлімнен. Reading және writing. Reading оқылым бөлімі, writing жазылым бөлімі. Task 1. Read the text and the definitions below. Find the proper words in the text and insert it into the table. Look up the words in the dictionary and check their answers. Бірінші тапсырмада біздерге мәтінді оқыңыздар деген, және содан кейін мәтіндегі тиісті сөздерді тауып, кестеге керекті жерлерге қойыңыздар дейді. Сөздіктегі сөздерді тауып, жауаптарды тексеріңіз деген, мына жерден сөздіктерді тауып. Learners should use dictionaries or digital online tools to check their answers. Оқушылар бұл жердегі өз жауаптарын тексеру үшін сөздіктерді немесе цифрлық онлайн құралдарын пайдалануға болады екен, For example, жердегі мәтінді оқып алайық. The railways, темір жолдар. Many countries have a network of railways to help transport different types of products. The earliest system was ancient Greece in 100 BC. Later rail links were built to connect short distances. In the 19th century, this changed very much. Many countries developed their own network. They had private links between different towns with Germany and Britain. Britain had the brass links. These links allowed carrying heavy goods such as coal, iron, ore, and wood. Building a railway was hard work for laborers. Railways are very expensive to construct but important to transport raw materials and such goods as textiles quickly and cheaply. In the early 19th century, the first passengers traveled on the railway with horse-drawn carriage. From 1840-1850, Britain was connected by railways and used steam engine to pull carriages. Бұл жерде көптеген елдерде әртүрлі өнімдерді тасымалдауға көмектесетін темір жол желісі бар. Ең алғашқы жүйе Грецияда, ежелгі Грецияда біздің эрамызға дейінгі 600 жыл бұрын дейді, кейінірек қысқа қашықтықтарды байланыстыру үшін рейл сериялары салынады дейді. 19 ғасырда бұл өзгерді. Көптеген елдер өз желісін дамытты. Олардың Германиямен және Ұлыбританиямен әртүрлі қалалар арасында жеке байланыстары болды. Ұлыбританияда ең жақсы байланыстардың көбі Ұлыбританияда болды дейді. Бұл байланыстар көмір, темір, руда және ағаш сияқты ауыр жүктерді тасымалдауға мүмкіндіктер әкелді дейді. Темір жол салу жұмысшылар үшін өте ауыр жұмыс болатын дейді. Темір жолдарды салу өте қымбат, бірақ шикізат пен тоқыма бұйымдарды тез және арзан тасымалдау үшін маңызды болды дейді. 19 ғасырдың басында алғашқы жолаушылардың темір жолда ат арбаларымен жүрді дейді. 19 ғасырларда 1840-1850 жылдары аралығында Ұлыбритания темір жолдармен байланысып, вагондарды тарту үшін бұл қозғалтқышын пайдаланды дейді. Енді бұл жерде мына жердегі кестені толтыруымыз керек. For example, a means of conveying such as a truck or a bus. Бұл жерде жол немесе автобус сияқты тасымалдау құралы дейді, ол транспорт, көлік екен. Осы сияқты мағынасын жазуымыз керек. The first, any net-like combination of lines. Сызықтардың кез келген желі тәрізді тіркесі дейді.
тіркесі network желі, иә. Second, the extent or amount of space between two things. Екі нәрсе арасындағы кеңістіктің көлемі дегені қашықтық, иә, distance. Third, a person who is traveling in a vehicle but is not driving it. Көлікте келе жатқан, бірақ оны жүргізбейтін адам дейді. Passengers, жолаушы. A railroad, especially one operating over short distance. Так, төртінші, темір жол, әсіресе қысқа қашықтықта жұмыс істейтін жол дейді, иә. Railway, темір жол бұл, иә. A machine that uses the energy from liquid fuel or steam to produce movement. Қозғалыс жасау үшін сұйық отын немесе бу энергиясын пайдаланатын машина дейді. Engine, қозғалтқыш машинасы, иә, қозғалтқыш яғни. Writing, жазылым бөлімі. Task 2, екінші тапсырма бойынша. Write a factual of fictitious story about your way to school. You can use the pictures below or you can write about your own road to school. You should write 2 paragraphs, use connectors but and or use punctuation marks correctly. Так, бұл жерде біздерге екінші тапсырмада бізге жазылым бөлімі, мектепке баратын жолыңыз туралы манағыдай жолыңыз туралы әңгіме дейді, иә, немесе ойдан шығарып манағыдай бір қызықты әңгіме жазыңыз дейді, иә. Төмендегі суретті пайдалануға болады. Мектепке баратын жолыңыз туралы жаза аласыз дейді. Мына жердегі суретке қарап отырып жазуға болады екен. You should write 2 paragraphs. The use connected but and or use punctuation marks correctly. Так, бізге мәтінді жазу үшін керегі дейді, 2 абзац жазуларыңыз керек дейді. Мына жердегі қарамен жазылған but, бірақ, and, және, or немесе сөздерін пайдалануға болады деген, иә. Содан кейін тыныс белгілерін дұрыс қойыңыз дейді. Use punctuation marks correctly деген үтір дегендерді сызықша болса дұрыс қолданыңыздар дейді. Так, енді бұл жерде біз мына мәтінмен мынандай мәтін көрсетемін. My school is around 10 kilometers from my home and it takes me 20 minutes to reach there by bus in early morning, but in the evening when the traffic is usually heavy. Sometimes it takes me more than half an hour. Right in front of my home there is a bus stop. At this stop I take number 1 bus to go to school. On my way to school on Turan Avenue's right side I can see Hanchator shopping mall. Also opposite to the shopping mall I can see Baitirek. At the Dastan bus stop I get off the bus. This bus stop is next to my school. Менің мектебім үйімнен шамамен 10 шақырым жерде. Ерте автобуспен 20 минутта жетуім керек дейді. Бірақ кешкі уақытта әдетте көлік көп болған кезде маған жарты сағаттан астам уақыт кетеді. Менің үйімнің дәл алдында аялдама бар. Осы аялдамадан мектепке бару үшін номер 10-шы автобусқа отырамын. Мектепке бара жатқанда Тұран даңғылының оң жағында Хан Шатыр сауда үйін көрдім. Сонымен қатар сауда үйіне қарама-қарсы Бәйтеректі көріп тұрмын дейді. Дастан аялдамасында автобустан түсемін. Бұл аялдама мектебімнің қасында, жанында яғни. Осындай етіп екінші тапсырмамыз жасалады. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, келесі сабақта кездескенше.